Қазақстан Республикасының ұлттық продюсерлік орталығы және Гала ТВ жауапкершілігі шектеулі серіктестік шығарған. Бас продюсері Галина Күзембаева. Басты рөлдерде Александр Панкратов Черный, Досқан Жолжақсынов, Сатыбалды Нарымбетовтың фильмінде. Жататқан! Қалсайтан алғырай. Шектісті ғой қап. Көңілді күдік талалай. Кәне, мен көрейінші? Мә? Мүмкін маған алшысынан түсір. Құдайым өзің қолдай көр. Тәңірім өзің қолдай көр, өзің қолдай көр. Ясат! Қап болмағаның қараш. Сайтан алғыр. Тәйкі түссе тәуекел. Құдайым өзің қолдай көр, шебей көр. Құдайым өзің қолдай көр. Жия! Дәтқам! Опа! 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 Дәуір, сен осы Ниагара сарқырамасын көргін келе ме? Көргінге не жетсін шіркін. Мен де көруге құштармын. Өзі жер біткеннің ғажайыбы шығар, Болмаса, Сейшел аралына барып қайтсақ, Ой, сен айтасың ау. Сейшелің өзіңе. Одан да біздің толқында не бар іздеш? Керемет. Керемет. Немесе Дәуір Парижді көргін келе ме, Әрине, көргім келеді. Айтпақшы, француздың әйелдері қандай болады екен, Қандай болады екен? Қандай болушы? Кәдімгі әйел. Естуімше, бірақ ана жағы... Өй, қатын сұраған байғұс. Тағы да қайдағын айтқын келе ме? Қойш қиманы қышытпай. Жарайды, қойдым. Қарашы Дәуір. Дегенмен керіліп жатқан кең дала керемет емес пе? Біздің тамаша өлкеге жер жетпейді, Құдды сұлу әйел сияқты құшып аймалағын келеді. Талалай, сен өзің массың ба немене? Әлде ішуді тілеп отырсың ба? Кетші әрі оттамай. Не деп барасың өз? Кешір, кеттім, басым ауған жаққа. Тәңірім! Әйел құшқым келеді! Айғайламашы, тыныш жатқан даланы шоштасың. Алмаған қатын керек болсашы. Кең даланың ғажабай, мана жолдың ұзағай, та-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Әйел болса аймаңдай, қатын керек мағанай, та-ла-ла-ла-ла-ла. Дәуір, анаң қара айғайлап келеді, көрдің бе? Әне, айналып бізге қарай ұшып келеді. Жел айдаған ғой. Қайдағы желді айтасың, моторы бар ғой. Әне көрмейсің бе, пропеллер айналып тұр. Дүрілдейді, Қазір қарада тұр. Ана шыңның басына барып соғылады. О, керен ау, кең келес. Ой, мұнауың мүмкін мас шығар. Қайдағы мас? Әне, қарашаң. Тура бізге қарай тартып келеді. Бірдеңе деп бақырады өз. Ой, не деп айғайлап келесің? Алдымен жерге қонсайшы, сосын сөйлесеміз. Не деген түсінбедім? Не дейді? Делтапланерлердің дені дұрыс болмайды. Өңкей шеретінде ұшып, милар ауысып кеткен. Бана, деді. Қайда барадай мұнау? Мұнау бізге бұрылды ғой. Көзі жоқ па? Мұнаның алды терең құз ғой. Жоқ, одан өтті, қараш. Кең жазыққа қарай бет алды. Тап қазір тоң қаласады. Әне. Қай мұнау? Мұнай. Тоң қаламасты ғой. Жүгір, тез. Яқтырмыз, кеттік. Бол!
Айттым ғой, тоң қалаңасасың деп. Оңбай құлапты. Аяғын қайыр бопты ғой. Кәне, аяғына байла. Аяғын баса. Кәне, бер қарай. Абайла. Абайла. Қане, көтер басыңды. Түрісің бей, бауырым. Өй, мынау қатын ғой. Bonjour. Не дейді? Мен қайдан білейін? Кәне, қарындасым, қорықпа. Сен менің аялы алақанымдасың. Мына менің. Mais je suis où ici? Sahara? Қайдағы Сахара, бұл Қазақстан. Kazakhstan? Иә. Vous parlez français? Француз әйел екен. Ого! Мен орыспын, ал мынау қазақ. Бейбітшілік, достық. Аха, жасасын Mitterrand! Де гольде жасай берсін. Do you speak English? Гутен так. Жоқ. Берге сүйіктім. Pour me regarder comme ça, vous n'avez jamais vu une femme? Тиіспеші кім біледі, жаман ойлап қалар. Ой, сен де бір қатын көрмегендей. Ой, француз әйел ғой, ондайға қуанбаса қашпайды. Кәне, келе ғой сүйіктім, қашпа деймін. Ей, талалай, ей! Қатын қашқан сайын қуа бергін келеді. Қазір қуып жетемін сені, мені қуып жетті деген осы. Кәне, сулама, сұлуым, сулама. Ұрттың ғой, мына француздың сұлуы қайты дейін. Тұр, Маубас, тұр. Байқасаңшы, кешегі әйелдің ұрған жер еді. Тағы да түсіңе француз әйел кірді ме? Тауықтың үстіне тары кіреді деген одан дана жолаушыларды қабылда. Фан-фан тюльпан болған түріңді ұрайын. Мен қазір ұшақта талсам. Мә, саған жолаушыларың мынау ма? Өй, бұлар өрт сөндіргелі келе жатыр ма? Бұны қыздырлап қашу дейді, талалай. О, әкеңнің. Соңдарынан бүкіл ауыл келе жатыр ғой. Бол тез оталдыр. Қоғыншылар айтпесе бізді де салып жүрер. Құдай өзің сақтай көр. Аяқын бұсы бол, аяқын бер, аяқын тез. Аяқын басың. Тез. Тұра тұрмай, бол, тез, бол. Абайла. Тұра тұрмай, бол, тез. Тез, саған, тез. Тоқтамай, бол. Тұз артып алғансың ба, немене біле олсың? Әй, командир, мұндай бәлеңді ескертіп қоймайсың ба? Не боп қалды сонша? Не боп қалды дейді, ескертіп қою керек, ұқтың ба? Бізде осындай салт бар. Сөзді қойда одан да жолаушылар жайға, талалай. Кешіріңіз. Талалай. Салты бар болсын мұндай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, енеңді ұрай, атып жатыр ғой. Мұнда үндістер қайдан келген? Ой, қарашы өздерін, атып жатыр. Не? Көрдің бе? Атып жатыр дейді. Ай, сайтан алғыр. Командир, бұдан кейін мұндай жағдай болатын болса, қасыңа басқа ақымақты ерт. Ал менің бер алмай жүрген жаным жоқ. Саған айтып тұрмын, ұқтың ба? Неге үндемейсің? Тіліңді жұтып қойдың ба? Көп сөз боқ сөз деген, талалай. Онсыз да сіркем су көтермей отыр. Ашуланбасаң, маған десең, жарылып кет. Талалай. Не? Жұмысыңа кір, жолаушыларға бар дейді. Талалай. Қымбатты жолаушы азаматтар, сіздерге сәлем алейкум жекеменшік акционерлік әуе компаниясы қызмет етеді. Біз 1200 метрлік биіктікте ұшып келеміз. Борт сыртында 50 градус суық, төменде ұшы қиырсыз қазақ даласы. Экипажда командир ұшқыш Ақынов дәуір басқарады. Ал мен екінші ұшқыш талалаймын. Не деп тұр? Айтпақшы, мен сізді көрген жарты сағат бұрын. Түсімде. Сіз француздың қызы емессіз бе? Өкінішті-ақ. Пардон.
Естеріңізде бар ма? Жарайды. Француздың ұлы жазушысы кейде қалай еді әлгі? Мопассан. Шыбын жәндік ет жансыз деп жазса, оның бұл сөзін Уильям Фолклерді құптап, былай дейді. Дейді дегенше тәні, істің болар мәні. Байқауымша, сіз қаржы жағын басқарасыз ғой деймін, ә? Я, дәл солай. Аха, ал анау кім? Ол күйеу жігіт. Өте жақсы. Мен жолдасым, досымын. Аха. Рахмет. Өзіміздің ақша ма? Командиріміз сұраған теңге. Бакс берсеңіз жақсы болар еді. Дойчмарк. Ондай жоқ бізде. Тіпті франк те жоқ па? Болмаса тұғырық. Біздің валюта қайдан болсын? Қанша өзі мынауың? Біз уәденің адамымыз. Командиріміз қанша сұраса сонша бердік. Қанша? 50 мың. Теңгемен бе? Қап мұнан ая. 50 мың теңге. Командир, көрдің бе? Бізді қатырды бұлар. Қарашы. Жолаушыларының берген ақшасының түрін көрдің бе? Ақшаның аты ақша талалай. 50 мың теңге дегенің қазіргі кезде ақша ма? Мына тесікті жамаудың өзі 50 мыңнан асар. Қазір салонға кірді, 100 мыңды талап ет. Жарайды, қаласаң 150 мың сұра. Ой, өзіме де сол керек, обалым жоқ. Бұдан да өлген жақсы еді. Өлімді өкіле берме, бізге әлі керексің. Соншама ақша аз ба бұл иттерге сонда? Итпе. Боларс болды. Бояусыңды? Әлі де кеш емес. Олармен бар ғой, адамша сөйлесіп көру керек еді. Махамбет, жап аузыңды. Не деп отырсың? Сонда бұл талалайдың табанын жалауым керек пе? Pardon. Мәселе бұлай. Мынауыңды қайтып ал да, мынаған бер. Әжесіне кәмбит апарып берсін. Ал сендермен сөйлесуге жүрегім айнайды. Түкіргенім бар сендерге. Түкіргенді көрсетем. Сотты алып кетесің. Одан да мынауыңа түкір. О, Алла, басыңыз бәлеге қалдау. Аға, бір жөнін тапсаңыз енді. Байқаймын, істің жөнін білетін сен боларсың. Ал мынауыңнан түк шықпайды. Мен өзіме кепілдік бере алмайын. Ол қазір тасталған болады. Есі дұрыс емес. Емдету керек. Өйе салаң. Командир, ана капиталисті қай көрдің ғазып алдың? Ол екінші ұшқыш. Өзі бетсіз екен, үстіне тағы 50 мың сұрайды. Сұрағаны дұрыс. Көрдің бана тесікті? Не, атқан ба? Біздің келісім бойынша бауырым. Оны есепке алғамыз жоқ. Қаласаң қазір қайтып барып оларға не себепті бізге оқ атқанын сұрайық. Керегі жоқ бауырым, одан да қайтайықшы. Олар бәрімізді шеттен жайратып салады, жабайы, тағы да... Онда сендер мұндай қалыңдықты не қыласыңдар? Амазонка. Махаббат зұлым, ешкібас сүйерге. Жан қиып қан төгерсің бекерге. Pardon. Fransız қызы болмағаныңыз қандай өкінішті? Басымды қатырма. Француз болайын, болмайын, нең кетті? Немене француз қызының маңдайына бал жағып қойып басаңшы? Сенің атанаңмен әлгі бас кесер бауырларыңа қайтадан ұшып барамыз. Әлі мынау ұшақтағы тесік үшін 2 еселеп төлейтін боласыңдар, ұқтың ба? Олар бізді өлтіреді ғой, осыдан қайтып барсақ, қайтып келген қыз жаман деген аты қалай. Шәмшия, міне жерге отыршы. Осындай әдемі қалыңдықтың үйіне қайтып барғаны қандай өкінішті? Bir амалын тапшы, өтінем Құдай үшін. Ой дейін. Болды, тыныштал. Командир,
Командир, азаматтық жаса. Кері қайтпайықшы. Бұл тесігі адамның құр емес шығар. Бізді өлтірдіңдер ғой. Онсыз да әбден бүгін жынданып біттік. Сонда қанша? 50. 50 ме? Мә керек 50 болса, о баста сөйтіп айтпайсың ба? Мұныңды дәретханаға апарып керегіңе жарат. Ұшақтың арт жағында. Аз ба? Өзің айтты ғой 50 мың деп. Жоқ, болмайды. Енді бізге бакс керек. Бакс дейді? Мұна тесікшін бе? Енді не үшін дейсің? Сен бар қыстырылмашы. Қарақшылар. Аха, қарақшылар. Сендер қарақшы емессіңдер ме? Тал түсте біреудің өлбіреген қызын ұрлап бара жатсыңдар. Өтінем сізден, қойыңызшы. Қойыңыз, жарайды. Біздің ұшақта аямасаңдар да, өздеріңе мына қыздарға жандарың ашса қайтеді. Сергел ағай, түсінбедім, бұл не даудамай? Маған не қыл дейсің? Командир, автопилот іске қос. Ей, Дәуір, Иә, автопилот іске қостың ба? қостық қой. Дұрыс болыпты. Айтпақшымыз осы ештеңені ұмытқан жоқпыз ба? Ештеңе ұмытпаған сияқтымыз. Термос қайда? Олар бізді шай қойып күтіп отыр ма еді? Иә, шында да керек. Қойды Жоқ. Іштеріңде ұшақ айдай алатын біреу бар ма? Жанармай жарты сағатқа жетеді. Сергел аға, мен трактор айдаған, жүргіз алам. Ей, сен, отыршы жайыңа. Көй, азамат. Міне, ұшқышта табылды. Кеттік. Бісміллә. Құдайым жар болсын. Аға, бәрін берсеңізші, мыналарды қылқылдатпай. Аға, тай жаннамын. Аға. Ой! Дәуіржан, мені күт. Қазір соңынан жетем. Бикеш қатты ұнап қалып едіңіз. Әттең француз емес екенсіз. Дегенмен сау болыңыз. Ал қарақшы қырандар сау болыңдар. Goodbye, аревуар. Тоқтаңызшы. Ағатай сұрағанның бәрін беріңізші. Езалан екенін көрмей тұрсыз ба? Ағай, ауыздарын жабыңызшы. Жарайды. Айтқандарың болсын. Бәсе баяғыда сөйтпейсің бе? Әйтпесе мәжіліс депутаттарындай қырқыстық кеп. Енді 600. Тағы да береміз. Қолын қалтырап ақшаңды санағанша жарты сағат өтті ғой өзі. Жарайды. Штурвалға отыру үшін неге отырам? Не дейді? Шақтырмайды. Кім айдаушы еді? Командир айдайды да. Бәсе. Ай, Дәуіржан, қайта қой. Лағып тұрсын, тартсаңшы. Тарт. Қаттыр. Қаншы жаным бар бұл. Ай, жігіт. Кәні қарындас. Дәуіржан ол болсаңшы, немене тамақ ішпегесің бе? Ұшқыштар ешқашанда айтқаннан қайтпайды. Шампан қайда? Мұнда тұр екен ғой. Кәні ашыңдар. Бәріне бірдей қиыңдар, кәні тез болыңдар. Айтпақшана, ақ шарқалаған жігіт қайда? Көрмейді ғой. Жарайды, онсыз ақ жібереміз. Қиыңдар кәні, алып қоялық. Жас жұбайлар бақытты болсын. Достар кәні, алып қоялық. Жасаңдар жас жұбайлар. Бақытты болыңдар. Бақытты болыңдар.
Kartalık'a da geldik. Ana taz gepeş giygeni şakır. Ey, beri gelsenşi. Ne? Aerodromların kayda. Qanday aerodrom? Әуежай Астраханда. Қайда? Атаңның басына қонамыз ба сонда? Қайда дейді? Анау жолға қондыр. Қызық екенсің ей. Сөйтіп сен бірден айтпайсың ба? Өзің қызықсың. Жаңа сұраған жоқсың ғой. Ақшаға келіскен кезімізде. Қап мұнан ай. Осыдан қонай қаның түсем мен сенің. Ей, қорықпа. Бұл жерге талай шөп қонған. Қорықпа дейді. Al komandir енді не істейміз? Байқап көрейік. Құдай берген жанды Құдай өз алады. Байқап көргеннен басқа қолыңнан не келеді дос? Қорықпа, сабыр түбі сар алтын деген. Сабыр, сабыр дейді. Жарайды, салонға барайын. Қымбатты достар, біз қонуға бет алдық. Бір-біріңнен мықтап ұстаңдар. Бекем болыңдар. Ағатай, ана екейден соңғанға қарай. Міне, біздің көші Долорес Ибрарори атындағы. Тоқта, Ағатай. Ай, тоқтасаңшы. Ағатай, тоқта дейм. Ай, Ағатай. Көзіме көрінбей, жоғал дедім ғой бе саған.
kaynatmaşı. Шығыңдар, шүйінші шығыңдар. Келіңдер, шығыңдар бәрін. Қайдасыңдар? Өліп қалдыңдар ма? Шығыңдар, шүйінші. Орамалым қайда сен? Aynalayın ak gelin. Ağa sizi şakırır жатыр. Koy otur. Soyuz, bulaş. Tez bolsanızшы. Aynalayın ak gelin. Jaraydı. Jür, kettik. Ömürge layık sevya oram şarkı. Şaşın. Екі жас тоқты жаным шарқы. Ялмандар келіңдер, күртудіңіз жаржай. Күртір тамаша, жесте ғамар жаржай. Ялмандар келіңдер, күртудіңіз жаржай. Құрметті көпшілік, енді атамыздан қалған дәстүр бойынша келіннің бетін ашып, сөнен кейін бәріңізді дастарханға шақырамыз. Ал енді қалталарыңызды қағып, ақшаларыңызды дайындай беріңіздер. Жақын келер қайнаған, жүзінде жалын ойнаған, қайда жүрсе бәйек боп, жастардың қамын ойлаған, егізбек қайнағаңа бір сәлем. Анау тұрған жеңгелер, оларға кім теңгелер, ақылын алсаң олардың жұмысың оңға жөнделер. Жеңгелерің Попила мен Қатипаға бір сәлем. Лақтырып жатыр. Бұлар жаңа қазақтар ғой. Шетіне мықты жігіттер. Солай. Бұл ауданды тіреп тұр. Қағалталары өте қалың. Абырая? Bir сәлемді сап қойсаң, Егерде мен бақсы салсам, бұлардың бәрі жолда қалмай ма? Қызықсың. Бұларды бақшыдан баса алмайсың. Ақша деген сабан. Қыздарың бір түрлі билейді екен өзі. Әлгі патшалардың жаяу баратын жер қай жерде еді? Дәретхана ма? Қалаған жеріңіз дәретхана емес пе далада? Түсіндің ба? Әне ағашты көрдің бе? Шаттыра беріп, пожалуйста, қанша болса да. Тек байға, қыздарға күлкі болып қалып жүрме. Қайда барасың? Дәретханаға немене қуық жарылып өлсін дейсің бе? Шыда. Жұрт қарап отыр ғой. Сенің осы ішіп алғанда жеңілтектігің жаман. Осыдан елге барсақ, сен ең әуелі урологқа көрсетемін. Өй, урологың дұрайын. Қуығым жарылып өлем бе? Бәрібір түнде осында қонамыз. Айтпақшы, сені де бір жақсы психиатрға тексертіп алсам ба деп жүредім. Қамын жеп жүріп, сіргелі қайда кірмедей, сіргелідей қайнағаңа бір сәлем. Дәуір деген Жігіттер қалайсыңдар? Іштерің қысқан жоқ па? Рахмет. Жақсы, бәрі жақсы. Құдайға шүкір. Мақтай берсек ағамей, ағамызға жағамыз. Дәуір деген ағамызға бір сәлем. Содан кейін ағашей, ол да жұрттың ағасы. Енді бүкіл аудан қызғаныштан жарылып өлетін бұл. Бәрінің төбесінен түкіріп, қызды шақтан алып қашты. Күні бойы бірге болып таныспаппыз ау. Менің есімім Шәмшия. Өте жақсы. Менің атым Дәуірбек. Достарым қысқартып Дәуір дейді. Онда мен Шурамын. Мектептен солай атайды. Бауырым, кел тартып жүгірейік. Өзің жақсы жігіт екенсің. Сен де жаман емессің. Рахмет. Рахмет. Содан кейін ағашей, ол да жұрттың ағасы. Енді бүкіл аудан қызғаныштан жарылып өлетін бұл. Енді бүкіл аудан қызғаныштан жарылып өлетін бұл. Енді бүкіл аудан қызғаныштан жарылып өлетін бұл. Рахмет. Рахмет.
Talalay Aha, деген iya. Orası Ol da bolsa konusu Ya. Orası bolsa Kazaktay Tағы бір. Жоқ, рахмет. Солнечный Talalay'a Бұл Талалай, менің досым. Kelinin betini açsın dombura. Hep sımıllar. Halayık. Gelinin beti açıldı. Hey! Ay dostlar. Kutluklayım senderdi. Ey bilengder kızlar, kızdırınglar koydu. Komandir. Tanışpay, Natali. Natasha, tanışpay menin dosum komandir Davr. Ömürdегі ең жақсы досым. Davr, менің басыма бір тамаша ой келіп тұрғаны. Senin oyların tausılmaydı ekan. Осы Сергели еліне бір жолата сіңіп кетсем бе деген ой келіп тұр. Kirme boп, Әрине, bir jolata mı? әрине бір жола. Қалайсың? Қолымнан келеді. Talalaydı жақсы bilmeysiz. Досыңыздың сертке беріптігіне сенімдісіз бе? Naşarlar men dost bolmayız. Оны көптен біледі екенсіз ғой. Köpten. Olayda elimde onun benim başka eşkimi yok. Ол не жетім бе? Yok. Gerisince onsuz men şeydim. Анау секеңдеп жүрген ұшқыш. Ай, ұшқыш абайла. Жарайды, азанға дейін тері-тертек мүйіз жинаймыз, sonra не қыламыз? Lötçük айтты ғой, Ресейге апарып сатамыз. Saratov'da tudum. Sonda öz uyum, şeşim, qarındasım var. Görmegenime 7 yıl oldu, үйдің şatırı tozu dep, xat жазыпты. Соны жөндеуім керек. 7 жыл үй бетін көрмесең, адасқан ұлы екенсің ғой. Ya, солай болар. Ayç, маған тұрмысқа шығасың ба? Бұл сөзіңді көрінген әйелге айтасың ба, әлде екінің біріне ме? Ne ya, ne жоқ деш. Бұл көп ішкеннің арқасы. Sonda men көп іштім бе? Тап қазір iya демесең, бүкіл ауылды басыма көтеріп, айғайлап оятам. Бұның енді артықтау. Наталья, саған айтайын деп жүргенім бар еді. Жарайды, ендеше өлең оқып берейін. Қалай дәлі, бұлданшы, мейлі тұлданшы, назданшы, тек нефер дейден болып қалшы. Оттоңыз бар ма? Иә, мінекейіңіз. Өлең қалай? Наташа. Натали. Талалай. Талалайчик. Наташа. Бұл қайда кетті?
sen elgi kimdi gördün mü? Наташаны ма? Иә. Көрдім. Қазір табам. Самарымды ұстай тұрыңызшы. Текшерге қоймаңыз, өртеніп кетеді. Ей, сағат қанша болды? Білмейм. Сен бісің. Қышқаш? Менмін ғой. Ай, балақай! Наташа! Неғып тұрсаң? Тұрмын ғой, енді тұру керек болған соң. Тұрмау керек. Жарайды. Наташа! Балақай! Наташа! Жолдас ұшқыш. Тұр кәне. Коньяк, қымыз әкелдім. Коньяк, қымыз. Жолдас ұшқыш, сенің тапсырмаңды орындадым. Қайдағы тапсырмай? Тері-терсек жүнпін мүйі жинадым. Қайдағы мүйіз? Сенің тапсырмаң. Тұр енді, бол тез. Басты жазайық. Кімнің басын? Сенің басыңды. Кәне, ұста. Тез. Амандық үшін. Иә. Ей, саған не болды? Кәне ақша-пақшамыз санайық. Кассамызда қанша қалды өзі? Қанша дейді? Көріндік деп, бет ашар деп, шаштық қой әбден. 50 мың бердім. Мен де барымды бердім. Барлық бақысты ма? Әрине. Немене, сенен кеммін бе мен? Сосын тағы... Есімде жоқ, кешір. Құдай кешірсін де. Бұл өмірде береген қолым алаған деген айдай ақиқат бар. Төптің түбінде, күндердің күнінде істеген қайырымын қайтады. Тек үмітің үзілмесе болғаны. Маған тағы бір тамаша ой келді. Тамаша ойыңа тойып біттім, данышпан, ұламасым ақ. Сен өйтіп келеке етпе, көресің әлі. Фолкнердің әлгі трюгін қайталап, ақшаға қарқ боламыз. Мәскеуім менің астанам. Сағынып мені жүрсің бе? Адасып қалған бір балаң. Кіретін шығар түсіңе. Жапырақ арман жоқ болды-ау өртенген бақтың ішінде. Тағы да Мәскеу деп сандырақтап келесің бе? Неге сандырақ дейсің? Бала кезден бергі арманым Мәскеуді бір көру ғой шіркін. Мүмкіндік болды-ау. Бірақ тағдыр жазбады. Оқас жоқ. Енді 70 мың бақ жинасақ көреміз. Неге 70 мың? 7-тен басталған сан жақсы ғой. Сосын жақсы жерден үй сатып аламыз. Бәлкім ыстық көлден. Сосын сен үйленесің, сонан кейін мен үйленем. Бәлкім әуелі сен, сосын мен. Жоқ, сенің жасың үлкен, жол сенікі. Ай, пысығым ай. Жарайды, салонға бар. Жолаушылардың жағдайы біл. Құп болады, командир. Командир, андағы жолаушылар емес,
Senin sıbaylasların. Qayдағы сыбайласты айтып тұрсың? Barıp kör. Дәретханасы жарқырап, айнадай боп тұр. Қалай, командир? Пресс соғамыз ба? Жоқ, брефін құрсын. Тәуекелге тақ едіп көр. Зауқым соқпайдыр. Ойлан. Сықырмашы, онсыз да ақшамыз жел күшті. Ой, сандай ырым сырымыңды қойшы сен. Жөнін айтсам болды, жынданып шыға келеді. Ақымақ, нақұрс. Не? Не дедің? Жарайды, кешірім. Ақымақ мен, нақұрс мен. Солайды. Бар ақшаны ұттырып, жалаң бұт қалдық деген осы де. Сен бар ғой, кім екеніңді білесің ба? Шын мәнінде кім екеніңді білесің ба сен? Сен бар ғой, сен нағыз ақырған әңгі есектің өзісің. Қап. Ой, кетсей! Талалай! Талалай! Томас! Қат! Итая! Мұнаның істегенін қарашы.
Кешір мені. Бауырым, қайт. Қайда барасың? Мынау меңіреу шөл дала ғой, мұнда аштан қатып өлесің. Талалай. Тоқты деймін саған, иттің ғана баласы. Не дедің сен? Кешір. Сен емес пе, нағыз иттің баласы. Кешір, бауырым. Кінәлімін. Сен сияқты иттің күштер емес пе, преферанстан ұтылатын. Талалай, тыңдашы. Тіпті бұтында шалбарына дейін. Құдай алдында жауап берем. Ұтқызған ақшаны өзіңе қайтарам. Есіңде болар. Бауырым, бүгін кездескенімізге 10 жыл болады. Бүгін бе? Бүгін. Кешір, бауырым. Солай. Дәуіржан, 10 жыл деген бүтін бір ғасыр ғой. Ой, кетші. Ақша деп қақсайсың кеп. Жоқ, жарайды, Дәуір, кешір, білесің ғой. Ашуланшақ қыз адаммын, сөз көтер алмаймын. Қазір 10 жылдықты атап өтеміз. Қойғаның бар ма? Әрине, қашанда қорғау болмайтын. Ол шишаң төгіліп қалған. Не? Төгіліп қалған дейм. Төгіліп қалған. Қалайша төгіліп қалған? Төгіліп қалған жәшіктердің ортасында тұрғанда төгіліп Жәшіктердің қалған. ортасында ма? Иә, жәшіктердің Қазір ортасында. Көреміз. Жоқ, мүмкін емес ол. Жоқ. Бұлай келсейік, Талалай. Бүгіннен бастап, мынау атау кереңді ішуді қоясың. Түсінікті ме? Жарайды, келістік. Ал сен бүгіннен бастап атың өшкіріп, преферансты ойнауыңды доғырасың. Жарайды, келістім. Ал, қарып тастайық. Я, қайдан жүрген адамсыңдар? Нағып жүрсіңдер? Қана, тексеріңдер. Құп болады. Біздер ұшқыштармыз. Сәлем алейкум. Бұл не деген сөз? Бұл біздің жекеменшік әуе компания. Түркмендер ма? Өзің түркімен. Қайдағы түркімен? Қазақпыз. Қарашы өзің, қазақпыз дейді. Қазақ деген немене, маңдайыңда жазылып тұр ма? Нағып жүрсің біздің жерде, тайраңдап, әкең үйіне келгендей. Қане, былай ғана жүріңдер, сөйлесеміз. Жүріңдер, жүр. Жүріңдер кәне. Сөйлесетін не бар? Бол, тез жүріңдер. Не үшін түсінбедік қой? Жүріңдер кәне. Сен түсінесің, не сөйлесетінімізді. Әсеуіл мырза, мына қараңызшы, бұлардың не әкеле жатқанын. Тері, жүн, мінекей, бір жашы арақ. Мынауың не? Ол, анау, күйеу жігіттің әкесі сыйлаған тойдың сарықты деген соң салдым. Қып-қызыл контрабанда. Бұларды не істейміз? Тәркілейміз. Реквизитке жатқызамыз. Ал қайда ұшып барасыңдар? Қайда болушы еді? Саратовқа? Мәскеу көше. Мәскеуге мен ұшам. Я, мынаның шешесі Саратовта үйі әбден ескірген, шатырын жөндеу. Үй емес, сендер мына бастарыңдағы миларың ескірген. Әуе кеңістігін әдейі бұзғандарың үшін қанша жылға сотталатындарыңды білесіңдер ме? Түсінсеңізші, біз бөтен емеспіз ғой. Өзіміз ғой. Бұрын бөтен емес едік. Ал қазір енді әркім өзінше егемен. Көрдің бе анау пұтаны? Қайсы, анау ма? Иә, мемлекеттік шекараны қасақана бұзғандарың үшін жауап бересіңдер. Есауыл мырза. Иә. Шекара бұзушының тағы бірін әкелдік. Сендер боссыңдар. Рахмет. Бір елдеріңді табыңдар. Жарайды. Сау бола қойыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Көріскенше. Сәлеметсіңдер ме, қымбаттыларым? Сендерді қатты сағындым. Күні-түні ойымнан шықпайсыңдар. Асыға сәлем жолдауымның себебі мен ел күшіп келе жатырмын. Бірақ жалғыз емеспін. Оны өздеріңде сезіп отырған боларсыңдар. Саша естеріңде ме? Әлгі Талалай. Екеуміз шатырды жөндейміз. Бізде ауа райы жақсы. Жұмыста бастан асып жатқан жоқ. Көріскенше қош сау болыңдар.
Elimnin bolacağına senim. Onun ertеңінен de әлі үміт үзген жоқпын. Әсіресе жастарға сенем. Жастарды бастап келе жатқан мына сіз сияқтылар. Шайға қалайсыз? Шайды да ішпеушім тіпті. Ал өнерге жасап келе жатқан қамқорлығыңызды бағалаймыз. Өнер, және өнерді бағалау деген, білесіз бе не деген ғажап екенін. Басекең анау жақта қоныс ойынып, қауып-мәуіп дайын болып қалдық. Мынау ғажап қой. Қазір барам дедім ғой, бара беріңіз. Кешіріңіз, әңгімеңізді жалғастыра беріңіз. Иә. Жо, мен шарапта ішпеймін дедім ғой сізге. Жоқ, жаңа сіз өнер туралы айтып отырдыңыз ғой. Иә. Өнер мен оның қызығын көруден құр қалған адам. Адам емес. Ол... Иә, ол... Сізге бір жақтан факс келді. Әкел. Не жазған? Түсінбедім. Аудармашы қайда? Аудармашы қайда? Перзентханада? Онда сонда апар. Сонымен сізге кепілдеме керек қой. Иә. Қызық басталарда жұрт түгелде жиналса болғаны. Сонда әуеден кім секіреді? Сіз сәл ғана шыдаңызшы. Сосын көресіз. Одан келер маған пайда не? Соны айтыңызшы. Не? Көкейіңізді түсіндім. Қылдай бөлеміз. Тепе-тең бе? Әрине. Ана жақта қой сойынып, каңып, мәуіп, қыссынып олайын деп жатыр. Соған жүрмейсіз бе енді? Бара бер сөзің қызда басын қалғыр. Менің уақытым жоқ. Кетсе зәрен алмай. Айқайлама. Кім айқайлаған? Мен бе? Кәрі қақпас. Кетсе өзің. Кешіріңіз, жүйке тозған. Емделу керек. Сейшілер алына барып. Оның құмы жүйкеге шипа. Ол қай жақта? Ол ма? Қасқасы, мына мен сияқты жақсы мамандар жолда жатқан жоқ. Өзіңе режиссеріңді жақсынап тауып алыптың ба? Ақсүйек болғаныңа әкеңнің. Иә. Орысша жазыпты, аударып оқыңдар. Қызық бірдеңе ғой деймін. Билеті қанша? Бәріңе қайтпас қайсар талалай ажал іздейді. Әуір, сен тек ашуланба. Ана өлді ғой. Ана өлді ғой. Айналайын Мелсежан, мынандайды көрсем көзім шықсын. Ана қарашы, ананы көрсем. Кетші ғой. Айналайын Мелсежан. Кедір кездемай. Кет. Мынау қой деді. Ketіңдер, Аллах тұрыңдар деймін. Кетіңдер деймін, кетіңдер. Кетіңдер. Азаматтар! Егер демеушілерің қазір келмесе, көретін қызықтарыңнан құр қаласыңдар. Секірмеймін. Түстен бер қарай. Түс, жерге түстен. Ой, оңбаған. Соғыз деме, түстен бер бол. Жылдамдықты қос. Тезірек, бол тез. Тезірек дейім. Түстенші бол. Бол, секір. Қазір. Бер қарай деймін иттің баласы, қайда барасың? Бер қарай, менің тұсыма. Секір. Бер, солға. Қайда барасың, Қайда барасың, деп тоқта. Тірімін. Бана демеушіні қол жет. Қайтейін деймен саған. Өлмесең өмілем қап. Демеушіні қол жет. Машинаңа түкіргенім бар, енең тұрайын кәнігі. Тезірек демеушіні қол жет. Ал, қайда әлгі демеуші? Демеуші қайда деймін мен сендерге. Жақсылық, демеуші қайда? Кетшер. Түсінікті. Жолдас милиционер, демеуші қайда? Ол маған секірген үшін $3000 беремді өд еткен. Долдырмаларыңды білмеймін. Онда 27 000 теңге. Болды. Бітті. 27 000 дейді? 27 000 дейді! $3000 берем деген ол бізге. Бұл бізді тонау ғой.
Қайда әлгі демеші? Қайда? Қайдан білейін? Өзім де іздеп жүрмін. Жарайды ендеше. $3000 жинаңдар. Тағы да қайталап секірем. Мен ек сөйлемеймін. Ал бұл түректі көргенде шеттерінен талып түсесіңдер. Тоқта. Түрік мұрыңын керегі жоқ. Тоқта. Сабыр ет. Жарайды. Сабыр етейін. Халайық. Жараңдар. Мынаған салыңдар. Кәне, бері қой. Сал, бәрін салып жібер. Айналай. Кәне, қалтаңды қағып жүрші. Әйтпесе, мына жынды тағы да секірем деп тұр ғой. Халайық. Жараңдар. Осақ па? Сол жүрші, сол. Айналайын ұшқыш. Мә, бәрін жинап әкелдім. Қанша мынау? Білмеймін, санағам жоқ. Мә, зейнет ақымды да қосайын осыған. Екінші кәрі бұл жаққа жолаушы болма. Төбеңді де көрсетуші болма. Ұқтың ба? Айналайын сенен сұрайтыным осы. Мә, Дәуір! Құтылмадық па? Дәуір! Мұналар бізді алдап соқты ғой. Жарымай жүрген жұрттың қалтасын қақтың. Сол күндерді пір тұтпай қал. Шындық. Seni bilmeyim. Al meni mına Sandalbay bize hepten şarşattı. Мәссаған! Ауыл шаруашылығының атасы! Сен не деп тұрсың ей? Ал мен үшін біздің Одиссея енді басталған сияқты! Өкінішті Далалай. Тіпті айту ұят. Жұрттың бәріне салам алейкум деп жар саламыз. $6 сәлем сауқаты да жоқ дейді. Олардың бәлкім ес ауысқан. Бәлкім ес ауысқан біз болармыз. Жоқ. Өйтіп сен өзіңді қорлама. Қамал бұзатын кезіміз еместі. Көресің ертең жұртты таң қалдырып үйінге жетіп барамыз. Айтқаның келсін. Мамаң мен қарындасың қуанып қалады. Одан да бар ғой. Көз етіп кетпесін деп 3 рет түкірейікші. Дұрыс айтасың. Дұрыс, кәнеке, шелекті дала кетейік. Кәнеке, кеттік.
жолаушылар салонына барайын. Құрметті жолаушылар, сіздерге салам алейкум әуе компаниясы сәлем береді. Қазір сіздер 12.000 метр биіктікте, пардон, 1200 метр биіктікте ұшып келесіздер. Борт сыртында 30 градус суық. Ал сонымен мынаның түрі бір түрлі ғой, ауру емес бе? Басты қатырма! Басты қатырма деді ғой. Мына ашықты қапты командиріңе жеткіз. Қазір командир, саған бір хата келдім, тыңдашы. Түсіндім. Оқы. Командир, егер саған жан керек болса, сұранға қарай бағыт ал. Сонда барғанда 5 миллион орыс ақшасынан бөліп, 100 мың баксты шытырлатып санап аласың. Ақылың болса, бұл өтінішімнен бас тартпассың. Ғашықтық қаттың түрі осы. Ал, не істейміз, командир? Ойлан, не істейміз, ойлан. Ойлан дейді ғой. Талалай не ойлаушы еді? Командир сенсің, өзің ойлан. Ей, сендерді мені? Иқта қалдыңдар ма? Тұра тұр, сендердің ыстық сәлемдеріңді талқылап жатырмыз. Қазір. Бол енді. Ойлан, Талалай, ойлан. Бәлкім жақсы бір ой туар. Ойлан, мен ойланып болғанша олар ойларына келген істейді. Мінеки, әншейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас деген сен болдың ғой. Ой, енесін ұрдым олардың. Сұранға ұшпаймыз деп бітті. Түсінікті. Мырзалар, сұранға ұшып керек не? Сұранға ұша алмаймыз. Жолда армяндар мен әзірбайжандар қағып түсіреді, жайратып салады. Біз командир екеуміз Ресейге ұшқанды жөн көрдік. Жоқ, Россияның керегі жоқ. Шекара мақта. Атып түсіреді. Ендеше Қытайға қона салайық. Жоқ, тек сұранға ғана дедім ғой. Солай деп командирің айт. Тағы да 50 мың бакс берем. Ойбай-ау, 50 мың бакстың қажеті қанша бізге? Еш нәрсенің керегі жоқ. Қажет болса, ұшағымызды сыйға тартайық сіздерге. Ай, оның не? Отыр. Отырдым. Енең дұрайындар. Неменеге атасыңдар? Бәрін бүлдірдіңдер. Жолда қалдық енді. Ал, ұш енді, саураныңа. Әуелі Құдайға, сосын командирге шүкіршілік етіңдер, тірі қалғандарыңа. Әйтпесе әлде қашан жандарың жаһаннамға кеткен болар еді. Тарт бәлеңді. Жындылысың. Тарт әрі. Кемедегінің жаны бір дегендей, сондықтан тату болайық, қырылыспай. Енді не істейміз, командир? Итеру керек. Оқтым. Естідіңдер ғой командирдің не айтқан? Жабылып итереміз. Әй, князь, бетпердеңді шешші. Анаңнан осылай туып пен? Көтөрі. Кәне, тез шығыңдар. Тезірек, тез. Сен немене көңкейіп отырсың? Шық. Кімсің сен бұйыратын? Бұйырамын әрине. Мен екінші ұшқышпын, командирдің бұйрығын жеткізіп тұрмын. Бол, шық деймін саған, тез. Ал, сен аты. Кәне? Алын мұрсалар. Кәне кей, итеріңдер. Аран дерлерін шығарыңдар. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Кәне.
Şoşqa ko'rsataymi? Qurmet, knyaz. Shunda alında. Bana qalsang, Suranga salam aytasan. Qoramiz onadi. Qalay ekan? Sen gidiyorsun. Messa. Жаратушем, алдыңда кінәлімін. Шоуға жаратылмағандар. Жерде жыбырлап жүре берсін. Сұранға сұраусы жетті. Asıqma bауырым. Мына оңдана кет. Ауылыңа қалай сыйлықсыз барасың? Сымаған сен де жақсылап жедің бауырым. Бұлардың басына таяқ тимесе, ешқандай ақыл кірмейді өздеріне. Алқан, бір жеріңді ауыртып алма, сайкеу. Құлаған жерің жайлы болсын бауырым. Аре бұлар, әлеу. Соңғысын аттандырдық. Сұраған сұранына, мәңгілік ақырғы сапарға. Неменеге бажыраясың? Мынадай ауыр жұмыстан кейін бір рет түсек, өлесің бе немене? Сен одан да, бұдан бұлай жолаушы алғанда құжатын тексер. Бәрі құнттай болатын болсын. Ұқтың ба? Ай, бас бұзарлар ай. Бұлардың басы шойын басы онда немене? Мұнаның өзі майыстырып жіберіп той иттер ай. Көрейік. Абиын. Командир! Не апара жатқанымызды білесің бе? Не? Абиын! Бағасы 1 миллион бакстан асады дейім шамасы. Құрысын лақтырып жіберіп бәлесінен аулақ. Бол тез, бол дейм! Жарайды, түсіндік. Ышқыш! Ей, ышқыш! Ышқыш! Летчик! Ей, летчик! Ей, летчик! Летчик!
Әй, темек сатып olmam ama. Не? Seninken var mı neymin? Жоқ. Oy, mende de yok. О, сымдығай. Дәуір қараш. Тағы да өрді. Есіңде ме осы жерден қозы құйрық тергеніміз? Тура қозының құйрығындай. Иә. Орманшыларға хабарлау керек. Олар қандай жиілікте есіңде ме? Менде бәрі жазылған. Жазира. Ұйықтап жатыр ма? Завода хабарлап оятсын. Завода. Завода тыңдап тұр. Бұл мен 77-те 956 мың ғой. Не болып қалды талалай? Кіші Қаратоғай сайында үлкен өрт болып жатыр. Аумағы 200 гектар. Орманшыларға хабарла. Жарайды, қалдарың қалай? Орташа, Леночка бүгін кешке не істейсің? Жұмысың болмасын. Бүгін саған барайын дебем. Өлмейсің менсіз. Лена, эфирден ұрыспашы. Сұлулар сөйтеді. Сұлулар бізге бұйырмады. Ай. Дәуір. Иә. Осы екеуміз шынымен-ақ сенің Саратовыңа ұшып жете алмаймыз ба? Ай! Естіген жұрттан да ұят болды. Екеуміз де мықты ұшқышпыз. Ал мына кеңістіктен өте алмасақ ұят. Тәуекелге бел бұлдық. Байқап көрейік. Кеттік ендешек. 79-956. Саратов бақылауы. 79-956. Ай жақтан ұшып келесіңдер. Сіздерден ешбір тапсырыс түскен жоқ. Сез қойды. Мұналар тіпті Қытай қорғанын әуегеде жасап үлгерген бе сонда? Бауырым, сенің орыстарыңның радары қашанда күшті. Неге менің орысым? Неге дейді? Ресей азаматы деген төл құжат сен деме әлде, мен деме? Ой, шіркін-ай, сонда мен Ресейде туылғаныма кінәлімін бе? Болды, кеттік. Дәуір, сен ашуланба. Егер қаласан кел, төл құжат ауыстырайық. Ал, кәні командир, тағы бір байқап көреміз бе? Көрейік. Тәуекелде. Қане, бауырым, қане алға. Әлгі немістен қай жеріміз кем? Өзінің қуықтай ұшағымен шекараны кесіп өтіп, Мәскеудегі қызыл алаңға барып қон демес бе? 79-956. Әуе қорғанысының қызметі хабарлайды. Жедел түрде Листвинка әуежайына қоныңыздар. Қабиттер ай, қақпан құрып үлгірді. Командир, бағытты сілте. Қайда барамыз енді? Қайда екенін білсем айтам ғой. Бұлт қапқан алаймыз да. Әй, жарайды, кеттінші өздерімен бірге. Жарайды, үйге қайтайық. Менің Қаскелеңде 5 бөлмелі үйім бар. Бау бақшасы бар. Ал інім тауда баларасын ұстайды. Мамаң мен қарындасымды Ресейден көшіріп алып бірге тұрамыз. Сонда Мәскеуді көрем деген арманың қайда қалады? Тағдыр бұйыртпады, оқас жоқ. Ақшаны жинап байыған соң турист болып барамын ғой. Сондықтан үйге қайтайық. Дәл қазір қымыздың кезі. Жалпы Мәскеуден Алматының қай жергім? Біздің Алматы жұмақ қой. Мен құстырнақпын. Ақтоғайға бара жатқан қандай ұшақ? Кәні талалай, жауап бер. Кім екеніңді айт. Өз адамдарың ғой. Мыналардың ес ауысқан ба? Бұл не өзі? Жарайды, өздерімен кетсінші. Құстырнақпын. Шартты белгілеріңді айтыңдар. Әй, бауырлар! Сендердің бұларың не? Біз өзіміз ғой.
Kapım mınalarda ya. Estimeydi. Ben Kustırnakpın. Ya. Öz aymaklarına ötüge uluksat etmeymin. Tez arada menin öjeyme kolunlar. Kimsingler? Kim? Kim deydi? Kim? Takırmasına tıkırdım. Dәуіржан бірдеменің есі шыға ма? Ой, мынау сақырлап кетті ғой. Бірдеңенің ұшқыны шығады. Ұшқын шығып жатыр. Қап иттер ай. Салонды қараш. Сонда бірдеңе жанып жатыр ау деймін. Солай болар. Қазір. Қап сайтының қырай. Я, не бопты? Иттер. Не бопты деймін? Бағана атқанда сымдарды үзіп жіберді иттер. Ай, қырсықтай. Қап. Өрт шықты. Сайтан алғыр. Секірмесек болмайды. Дұрыс айтасың, секіру керек. Бірге секірейік, Дәуіржан. Че? Жарайды, қойшы енді, Дәуіржан. Өксіме дейін. Неміне, сақырлаған арба әкемізден қалып еді. Ай-айтын ештеңе жоқ. Жарайды, түкіргенім бар ма? Жаңасын жасаймыз. Сенің қолыңнан бар ғой, бәрі келеді. Жарайды енді, еңкілдемеш. Өмір бойың қорқыныштан. Тез біткен сұмдық жақсы депті бір данышпан. Дәуіржан. Мына сақаңды алда, иіріп таста. Кәне Дәуіржан. Қойш. Кәне? Тағы бір көр. Ергезегі үшке дейін деген. Тағы да бір көр. Болсаңшы. Дәуір. Hoppa! Опа! Ақынып Дәуірбек 1955 жылы Ресейдің Саратов қаласында туған. Ұлты қазақ. Саратовтың жоғарғы әскери ұшқыштар мектебін бітірген 2-ші класты ұшқыш. Әскери атаға бұрынғы әскери әуе күштердің полковнигі. 2 рет үйленіп ажырасқан, балалары жоқ. Талакуша Александр Викторович 1956 жылы Қостанай облысындағы Карл Маркс поселкесінде туған. Ұлты орыс. Ұшқыштардың жоғарғы әскери училищесін бітірген. 2-ші класты ұшқыш. Әскери атаға әскери әуе күштерінің бұрынғы полковнигі. 2 рет үйленіп ажырасқан, балалары жоқ. Қазіргі кезде бұлар жекеменшік Салам алейкум әуе компаниясының ұшқыштары. Іздөлі Ізмағамбетованың рухына арналды. Сценарийін жазған әрі қоюшы режиссері Сатыбалды Нарымбетов, қоюшы операторы Ревкат Ибрагимов, қоюшы суретшісі Өмірзақ Шыманов, монтажын жасаған Светлана Ниязова, продюсері Галина Күзембаева, сазгері Тимур Тлеухан, дыбыс операторы Әлім Байғарин. Фильмге түскендер Наталья Гровин, Меруерт Түсіпбаева, Болат Қалымбетов, Мұхаммед Али Испанов, Бақытжамал Құпиялова, Дәулет Тәниев, Сағи Әшімов, Владимир Толоконников, Болат Атабаев, Ерболат Османқұлов, Фархат Әбдіраимов. Фильмді жасауға қатысқандар Байғали Есенәлиев, Болат Әбділманов, Тынышкүл Сұлтанбердиева, Гүлназ Омарова, Жанас Исқақов, Қалампыр Айсанғалиева, Жібек Илебаева, Ерсінбай Манашев, Шынар Асқарова, Мұрат Нұрасілев.
Түсірушілер тобы фильмді түсіруге көрсеткен көмек үшін Республикалық Алматы аэроклубы мен Тянь-Шань әуе компаниясы орталығына ризашылығын білдіреді. Фильмнің соңы.